Түркістан облысында тұрғындарды баспанамен қамту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгін Түркістан қаласында тұрғын үй кезегінде тұрған әлеуметтік осал топтағы азаматтарға 88 пәтер кілті табысталды. Тұрғындардың қуанышын бөлісуге Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды арнайы барып, пәтер иелеріне ізгі ниетін білдірді. Элиталы болып саналатын 3 қабатты яссауи тұрғын үй кешенінің аумағында балалар ойын алаңшасы, көлік тұрағы бар және инфрақұрылыммен толық қамтамасыз етілген. Қазір таңда Түркістан қаласында 16647 тұрғын үй кезегінде тұр. Қазір таңда бізде осы ясса тұрғын үй кешенінде 88 пәтер үйлестіріп жатыр. Ол дегеніміз бірінші кезектен бастап 100-дің ортасындағы азаматтарға беріліп отыр. Қазір таңда бізде осал топтағы азаматтарға, оның ішіндегі жалғызбасты, тол жетім және бірінші екінші топтағы мүгедек отбасыларға біз пәтерімізді үйлестіріп. Алдағы уақытта тура осылай әрі қарай жалғаса береді. Қазір бірінші этапта беріп жатқан үйіміз. Алдағы уақытта тағы да осылай тұрғын үй кезектегі азаматтарға үй беретін боламыз. Облыс орталығында тұрғын үй кешендерінің құрылысы жасақталып жатыр. Қазіргі таңда қалада әкімшілік іскерлік орталығында тағы 5 қабатты 20 тұрғын үйдің құрылысы қарқынды. Бұл үйлерге 2000-нан астам отбасы қоныстанады. 2016-та әлсіз топпен осы үй кезегіне тұрған болатынмын. Бүгінгі кезекте бүгінгі таңда мынау мемлекеттің көмегімен кезегім келіп, қуанышта тұрмын. Ұялатын 2 бөлмелі үй деп жатыр, соның кілтін аламын газ бұйырса. Мемлекетке рахмет, қала әкіміне. Бүгінгі ұялатын отбасыларын құттықтаймын өз тарапымнан. Мемлекетке рахмет. Биыл бюджет есебінен 41, жеке инвесторлар есебінен 24 қабатты тұрғын үй салу көзделген. Сонымен қатар осы жылы жалпы 191 үй салу жоспарда бекітілген. Бүгінде 159 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Оларды жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Мына 6 жылдық қарсаңына осындай шешім қабылдап, былтыр шешім қабылдаған болатынбыз. Осындай бұл негізгі мына үйлеріміз бізде кәсіпкерлер оны нарыққа сатамыз деп сөйтіп бастаған болатын. Содан кейін бұл біз шешім қабылдап, жергілікті бюджеттен өзіміз қаржыны тауып, осындай бізде мұқтаж азаматтар болғаннан кейін оларды келіссөздер жүргізіп, бағасын төмендетіп, әлдеқайда төмен қылып алып, біз осындай сіздерге осындай ұсыныс жасаймыз деп сол шешім қабылдағанбыз. Соған мына қала әкімді атсалысып, олармен келісіп, осындай көріп отырсыздар қандай керемет аулада. Бұндай үйлер біздің қаламызда әлі берілмеген. Потолоктар 3 метр, бағанағы баспалдақтардың өзі неден граниттен жасалынған көріп отырсыздар. Енді сондықтан осындай қуаныштарыңызға сіздерге бізді қуанып, өзіміз үй алғандай болып сондай қуанып отырмыз. Бәрі құтты бола берсін, қоныстарыңыз құтты болсын. Жалпы Түркістан қаласы халықты баспанамен қамту бағытында елімізде алдыңғы қатарда. Облыс орталығында соңғы 5 жылда тұрғын үй кезегінде тұрған 2558 азамат баспаналы болды. Жаңа шағын аудандар пайда болып, тозығы жеткен тұрғын үйлер ретке келтірілді.